яғни for the record да Хадиша тағы да осы кездесуге қатысуыңа үлкен рахмет. Сенің зерттеуіңді бүгін осылай талқылап және де осы өзекті тақырыпты көтеріп талқылап бәріміз менің ойымша керемет осындай нәтижеге жететін сияқтымыз. Сондықтан да сені тыңдаймыз. Like we will attentively listen to you and we will prepare some questions for you. And I think that Aida and Narja will join me in both celebrating you and listening to you and also interrogating the things that you will share later. Ағылшын тіліне көшіп кеттім, себебі қазақша сөйлемеймін. Зерттеуге қатысты сөзім жетпей қалды мен да. түсінемін. Anyway, the stage is yours. Please lead the way, start the presentation, and do what you do the best. Rock. Rock the stage. Так, қазір мен ашайын. Көрініп тұр ма? Қазір. Көрініп тұр. Менің тақырыбымның аты жалпы тіл үйрену, Learning the State Language through Dubbed and Subtitled Movies. Бұл тақырып негізі бұған дейін зерттелмеген. Және де негізгі себеп бұл тақырыпты зерттеу осы келесі слайдта айтылады. 2019 жылы заң қабылданады кинематография туралы. Ол заңға сәйкес кез келген Қазақстандағы жаңағы қоғамдық кинотеатрда шығып жатқан фильмдердің бәрі міндетті түрде қазақша дубляж немесе қазақша субтитр болу керек деген заң шығады. Екеуінің біреуі деп. Сол заңға сәйкес біз өзіміз байқағандай барлық жаңа шығып жатқан фильмдер субтитрмен шыға бастайды, астында қазақша субтитр. Және де бұл өзгеріске қоғамда адамдардың реакциясы әртүрлі болады. Біреу неге ол керек емес, бәрі орысша түсінеді ғой деп айтады. Біреу керісінше жоқ, ол бізге керек, тіл үйрене аламыз деп айтады. Сөйтіп мен осы тақырыпты ойладым. Тіл жағынан, тіл үйрену жағынан қаншалықты сол қоғамдық жердегі субтитрлер керек па, керек емес па, оның несі әсері қандай, effectiveness, оқудағы жалпы тіл үйренудегі. Сөйтіп осы тақырыпты таңдадым. Жалпы Қазақстанда қазіргі күнде көп фильмдер орысша дубляжбен жүреді, астында қазақша субтитр болады. Бұның себебін зерттей келе, мысалы, ең басты жалпы кез келген мемлекеттердің таңдаған кезде олар барлық мемлекеттер екіге бөлінеді. Дубляжды таңдайтындар, субтитрді таңдайтындар. Соның ішінде, мысалы, the welfare countries деп айтады, жағдай жақсы мемлекеттер, олар дубляжды таңдайды деп есептеледі. Себебі дубляж, оның құны қымбатырақ. Оған актерлар керек, оған жаңағы аудару, дыбыстау бәріне көп ақша кетеді деп, олар өздерін жаңағы дубляждай алады яғни. Ал кейбір тағы бір себеп, ол тек құн емес, жалпы тарихи солай қалыптасты деп, мысалы, Еуропа елдерінде олар оригинал фильмді алады, өз тілінде субтитр жібереді. Бұл жаңағы олардың жағдайы төмен деген сөз емес, ол жалпы солай қалыптасып кеткен деген сөз. Енді осының бәрін зерттей келе мен ойладым, Қазақстанда жағдай қалай деп. Сөйтсем, жалпы дубляж бағасы өте қымбат екен. Шамамен 30-50 миллион теңге кетеді екен бір фильмді дубляждағанға. Ол әжептәуір ақша. Сондықтан жаңағы мәдениет және спорт министрлігі айтып солай шешім қабылдапты. Біздің жаңағы әзірше субтитрмен жүре берейік деп. Бұл жерде мен екі сұрақ маған қызық болды. Екі research questions. Бұлардың жалпы қазір осы сол субтитрге қоғамдық жерде болсын, жалпы фильмдерде тіл үйреніп жүрген жастар, Қазақстан студенттері, олардың көзқарасы қалай деп, attitude концепциясын зерттедім. Солардың Қазақстан студенттерінің жалпы субтитр арқылы тіл үйрену. Және де екінші сұрақ, айырмашылығы қазақ тілді адам киноға барып фильм көреді. Және де орыс тілді адамның сөйтіп барып көргенін айырмашылығы бар ма? Бұл жерде контекст, біз контекстті білеміз, жаңағы екі тіл жүреді көбінде,
мемлекеттік тіл қазақ тілі болғанымен әлі күнге дейін орыс тілі көп жағдайда жаңағы басым болып кетеді. Сондықтан орыс тілділер мен қазақ тілділерін жалпы тіл үйренуге субтитр керек па керек емес па, сол маған маңызды болды. Мен екі түрлі жаңағы бұны қалай айтады, микст метод таңдадым, иә. Бірінші мен сауалнама жүргіздім. Оны әлеуметтік желіде кәдімгідей өткіздім. Мен күткен өкінішке қарай көп адам жиналған жоқ, бірақ соның өзі жеткілікті деп санаймын. 134 адам жиналды. Барлық жерге жарияладық мүмкіндігінше. Енді осындай 3 түрлі критерий болды менде. Бәрі не қазақ, не орыс тілді болу керек. Именно dominant speakers. Сосын екіншіден олардың тәжірибесі болу керек. Кәдімгідей кинотеатрға барған адам болу керек, немесе кинотеатрға бармаса да күнделікті өмірде интернетте фильм көрген, сол субтитр дубляжбен. Және үшіншіден бәрі бұл этика жағы, енді 18-ден асқан кәдімгі студенттер болу керек. Бірден неге көшіп кетейін, файндингқа, тапқаным қандай не. Сұрақтар әртүрлі болды. Сізге қалай көрген ыңғайлы, былай тіл үйренген ыңғайлы ма, былай қалай болады, сізге қазақша тыңдап тұрып орысша субтитр көрген ыңғайлы ма, әлде керісінше орысша тыңдап тұрып қазақша субтитр көрген ыңғайлы ма деген сияқты сұрақтар болды. Шамамен енді осындай сауалнаманың нәтижесі осылай болды. Қарап отырсаңыздар, мына жерде кәдімгідей ең үздік, ең жақсы көп жауап жинаған Қазақстан студенттеріне дубляжды үйренгісі келген тілде естіп, субтитрді өз тілінде көрген ыңғайлы болып есептеледі екен. Яғни мысалы ол орыс тілді болса, қазақ тілін үйренгісі келсе, онда оған қазақша естіп, өзінің тілінде, енді өзінің тілі деген сол үйренген тілі, орысша субтитр көру арқылы ол қазақ тілін жақсырақ үйренеді екен. Екінші орында all approaches effective дейді, яғни көбі шынымен білмеді, яғни былай да болатын сияқты, былай да болатын сияқты деп сенімсіз жауап берді. Сондықтан мысалы осы сауалнама нәтижесіне қарасақ, біздің кинотеатрлардағы әдіс онша қолайсыз, яғни бізде керісінше ғой, дубляж орысша, ал субтитр қазақша. Сондықтан сондай нәтижесіне қарай сондай бір қорытынды жасадым. Яғни бұл қазақ тілін үйренемін деген адамға кинотеатрға барып тіл үйрену ол нәтижесіз болады деген шешімге келдік. Келесі кезең ол жаңағы сауалнамадағы адамдарға соңында мен сұрақ қойып кеттім. Осындай, бұны біз ары қарай тереңірек зерттегіміз келеді. Сіз сұхбатқа қатысқыңыз келсе, нөміріңізді тастап кетіңіз деген сияқты. Сөйтіп, бір 20 шақты адам қалдырды контакттарын. Солардың ішінде мен рандомайзермен 5 адамды таңдадым. 5 адам жалпы жеткілікті болып есептеледі интервью несіне. Сөйтіп, осындай менде 5 респондент болды. Кей деген бірінші алғашқы екеуі қазақ тілділер, қалған үшеуі Russian dominant speakers. Жастары да әртүрлі, енді көбіне 20 мен 30-дың арасы, жыныстары да әртүрлі, және де арасында мысалы қазақ тілін білу деңгейі де әртүрлі. Мысалы 3 тілді орыс тілді алсақ, олардың екеуі интермедиат қазақша былай біледі, бірақ біреуі жақсы біледі қазақшаны. Және де осы маған маңызды болды. Себебі орыс тілділер әртүрлі ғой. Біреу қазақша жақсы біледі, біреу онша білмейді, оның көзқарасы қалай, жалпы саяси тұрғыдан, оның лингвистикалық тұрғыдан қабылдауы қалай, субтитр соның бәрі қызық болып, мен бір шамамен 15 сұрақтан тұратын сұхбат өткіздім. Соның ішінде мен мынандай жауаптарды жинап алдым, маңызды деп санайтын өзім үшін. Жалпы қазақ тілділер мен орыс тілділердің жауаптары ұқсас бір жағынан. Ол мысалы екі жақта субтитрдің сапасын айтады. Мысалы бізде субтитрлер енді шыға бастаған кезде кішкене сапасы төмен болды. Яғни орысшадан тура аудара салады, немесе
түсініксіз бір сөздер, андай тайпо кетіп қалады, опечатка. Соларға жаңағы сол бір проблема деп айтты. Соның ішінде мысалы бір қазақ тілді қатысушы былай айтады: бәрібір, яғни орыс тілділер көп, бізге субтитр керек емес дейді, не қыламыз ол субтитрді деп. Тағы біреулер айтады: егер шынымен қазір бәрі қазақша болып кетсе, ондай кинотеатрға ешкім бармайды ғой дейді. Яғни бұны айтып тұрған қазақ тілділер. Бұл да маңызды момент, яғни қазақ тілділердің өзі сондай кішкене сенімсіз қарайды да, субтитрге, тіл үйренуге субтитр арқылы. Олар үшін тілдің статусы кішкене бір андай күмән туғызады. Тағы бір қазақ тілді қатысушы айтады: иә, интернетте біз көреміз, бірақ мысалы бәрі қазақша болып кетсе, ол соншалықты, мысалы тіпті фильм жасаушылардың өзіне ол шығын болады, артық шығын. Яғни көп адам бармайды, бәрі қазақша болса, және де тіл үйрену меніңше жаңағы керек емес, бәрі орысша біледі, сол жеткілікті деген сияқты көбінде сондай жауаптар естідім. Тағы да бір айта кететін нәрсе, қазақ тілділердің арасында негатив аттитюд болса да негізінен, бірақ арасында сонда да бір сеніммен андай қарайтын нелер де болды, қатысушылар. Мысалы, біреуі бір сөзінде айтады: керісінше, меніңше бұл бізге керек, қазір қазақ тілін үйренуіміз керек, қазір заман өзгеріп жатыр деп. Мен өзім жеке айтқым келетін нәрсе: бұның бәрі менің ресерчім 2022 жылға дейін болған, яғни соғыс басталғалы, Украинадағы, Ресейдің Украинаға қарсы соғысына дейін. Сондықтан меніңше қазір зерттесек бұл тақырыпты, студенттердің көзқарасы басқаша болуы мүмкін. Яғни олар қазір қазақ тілдің статусына шынымен расында да, оны мен жеке өзімнің тәжірибемде де, жаңағы блогымнан да байқап жүрмін. Сондықтан бұл жауаптарды біз қарастырған кезде сол контекстті есте сақтауымыз керек. Бұл сол 2020 жылғы ресерч, соғысқа дейінгі, яғни Russian speakers, олардың көзқарасы. Мен осылай не істеп алып, маңызды деп санаймын айтқан ойларын. Мысалы, тағы бір респондент былай айтады: жалпы фильмдерде, кинода болсын, жаңағы кинотеатрда болсын, үйдегі жаңағы телевизордан қарасақ та, көп сөздер андай unnatural, бір түрлі естіледі дейді да, үйтіп ешкім сөйлемейді ғой өмірде. Сол кезде мысалы ол қылтима деген сөзді айтады. Қылтима деп не қыламыз, ол үйтіп ешкім айтпайды, ертең барлығы таза қазақша дубляж болса, это будет неестественно деген сияқты жауаптар естідім. Бірақ бұл жерде мен өзім лингвист, қазақ тілінің несі ретінде айтатын, бұл сөздер негізі жалпы қазақ тіліндегі қазір көптеген сөздер ол миф болып кеткен, яғни ол сөздерді шынымен ешкім пайдаланбайды. Ол кезінде осылай аударуға болады деп шыққанмен, қазір көп сөз өзінің түп нұсқасында қалды. Мысалы, тіпті қазір мұражай деген сөзде жоқ, музей, ресми түрде музей болып қалды, архив болып қалды деген сияқты. Сол сияқты балкон дегенде, яғни мен сол жерде енді сұхбат алғаннан кейін өзімнің ойымды айттым, ол ресерчтен бөлек нәрсе. Сонымен қатар тағы бір орыс тілді сұхбат беруші былай айтты: қазақша сөздер жалпы оригиналдағы, мысалы, адам сөз айтқан кезде қазақша сөздер ұзағырақ қой деп айтады. Соның ішінде қалай ол дубляжды біз үстіне дыбыстаманы бассақ, ол үлгермей жатады. Сондықтан бір кәдімгідей бір зерттеп сөз табу керек болады дейді. Яғни ағылшыншада 1 секунд айтылатын бір фраза қазақ тілінде бір 5 секундтық фраза болуы мүмкін дейді. Ол қиындау ғой, сондықтан сонда да субтитр дұрыс деген сияқты ойын айтты. Бірақ мен жаңағы literature review жасаған кезде өзімнің зерттеуінде ешқашан жалпы дубляж үшін бұл проблема болмаған. Яғни шынымен де тілдердің сипаты әртүрлі. Бір тілдер шынымен қысқарақ келеді, кейбір фразалар қысқарақ келеді, бірақ бұл ондай проблема емес. Яғни кез келген сөзді біз алмастыра аламыз бір тілден екінші тілге ауыстырған кезде. Сосын жалпы тіл үйренуге қатысты
міне сонда сіздерге қайсысы қолайлы? Дубляж арқылы тіл үйренген ба, субтитр арқылы тіл үйренген қолайлы ма деген кезде көбі әртүрлі жауап айтады. Соның ішінде мысалы бір орыс тілді қатысушы өзінің бір болашаққа деген сенімін бөліседі. Ол бізден кейінгі буын, біздің ұрпақтарымыз, олар кеңес үкіметінде болған жоқ, сондықтан оларға деген орыс тілінің жалпы әсері бізге сияқты болмау керек дейді. Сондықтан біздің қазіргі парызымыз сол қазақ тілді контентті дамыту, қазақша дубляж жасау деп айтады. Тағы бір орыс тілді қатысушы, егер шынымен де дубляждың сапасы мықты болса, ол дубляж өте сапалы, андай табиғи естілсе, онда бұл көптеген жаңағы әсері мол болуы мүмкін дейді. Және өзінің бір кішкентай кезін еске алады. Мен мысалы кішкентай кезде тек орысша көретінмін мультфильмдерді, сол арқылы орыс тілін үйреніп кеттім деп айтады. Егер мысалы сол мен кішкентай болған кезде барлық мультфильмдер қазақша болғанда, мен мүмкін қазір тіпті қазақ тілді болатын да шығармын деген сияқты. Жалпы тілдің субтитрлердің, дубляждың, киноның тіл үйренудегі ғылым зерттеу, мысалы in language learning, in second language learning, бұл өте шетелде өте терең зерттелген тақырып. Яғни бұның әсері анық, шетелде бұның бәрін, яғни ағылшын тілі көбінде қаншалықты сол фильм, медиа көру арқылы, тек фильм емес, бұл жерде әртүрлі медиа түрлері бар, медиа көру арқылы қаншалықты адамдардың белгілі бір тілдегі деңгейі өскенін туралы кәдімгідей ресерчтер бар. Қазақстанда ондай ресерч әлі жоқ. Мен де зерттегім келді кәдімгідей, бірақ ол үшін менде мүмкіндік болған жоқ, кәдімгідей адамдарды отырғызып тіл vocabulary қаншалықты өседі деген. Бұйырса енді алдыңғы келешекте осындай ресерч жасайын деп ойлап отырмын. Жалпы менде бұл ресерчтің маңызды ең нәтижелері, қорытындылар қандай болды, major findings. Жалпы адамдардың көзқарасына бойынша ол қазақ тілді фильмдер расында да пайдалы, ол арқылы біз шынымен тіл үйрене аламыз, мемлекеттік тілді үйрене аламыз деп айтады көбі. Оған қоса, мысалы қазақша фильмді естіген, ол субтитрден айырмашылығы, ол тек қана есту емес, жаңағы ол көбінде орыс тілділер, мысалы қазақша фильмді естіп жиі еститін орыс тілділер сенімдірек сөйлейді деп айтады. Себебі олар қай сөзді қалай айту керек екенін біледі. Себебі субтитр көрген кезде ол бір бөлек, жай оқисың. Ал тыңдаған кезде, дәл дубляжды тыңдаған кезде, ол адамның listening skills, comprehension, ол мысалы күнделікті өмірде ертең басқа біреулермен сөйлескен кезде қазақшаны тезірек және жақсырақ түсінетін болады деп ой айтады. Одан бөлек қазақшада, мысалы біз білеміз, қазақ тілі ретінде біз білеміз, біраз көп сөздерде фонетикалық жағынан өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы біз 500 демейміз, 500 дейміз, немесе сондай ерекшеліктерді қазақша дубляж есту арқылы орыс тілділер жақсырақ түсінеді. Тіпті мысалы келесің ба, келесің бе емес. Егер дубляжды сондай деңгейде жасасақ, шынымен қазақ тілділер қалай сөйлейтінін көрсету арқылы, онда бұл орыс тілділердің тіл үйрену үшін өте пайдалы болады орыс тілділерге. Тағы бір маңызды тапқаным осы зерттеуде, қазақ субтитрлері, оның пайдасы шынымен бар, бірақ біздің кинотеатрларда, қоғамдық жерлердегідей контекстте емес. Мысалы, кәдімгідей бір қазақ тіл сабағында осылай оқушыларды отырғызып, бүгін қазақша жаңа сөздер үйренеміз деп фильм қосып қойып, астында субтитр болса, онда шынымен де бір пайдасы болуы мүмкін. Себебі ана жерде отырған студент, ол мен қазір тіл үйренемін, ана жерде мына сөзді жаттап алу керек, мына сөзді жаттап алу керек деп өзіне жазып отыруы мүмкін. Ал жаңағы көңіл көтеруге, фильм көруге баратын адам кинотеатрға барған кезде көбі субтитрді кедергі деп қабылдайды екен. Сол бір файндинг болды. Яғни
мен қазақша үйренгім келсе мен былай-ақ үйренем, үйтіп мәжбүрлеудің қажеті жоқ деген сияқты. Мен үшін кедергі кейде тым үлкен болып кетеді деген сияқты ойлар айтты. Және де оған қоса мен жаңа айтып кеткендей кейде қателер болып қалуы мүмкін субтитрлерде сапасы жағынан. Оны да айтып өтті. Яғни қазақ субтитрінің қазақ тілін үйренудегі пайдасы күмән туғызады. Оны әлі тағы зерттеу керек. Қазақ тілділер мен орыс тілділерге салыстырудағы маңызды қорытындылардың бірі ол екеуі де субтитрден гөрі қазақша дубляжды қолдайды. Бұл мен үшін күтпеген нәрсе болды, себебі меніңше орыс тілділерден менде өзімнің бір байс нем болды, опинион, жаңағы ойым болды. Ол орыс тілділер дубляжды түсінбейді, олар үшін дубляж тым қиын, олар үшін субтитр ыңғайлырақ болады деген сияқты. Бірақ олай емес екен. Екеуі де, қазақ тілділер де орыс тілділер де шынымен субтитрден гөрі дубляж болғаны дұрыс деп айтады. Дубляжды себебі жалпы осы медиа тілінде, тіл үйрену тілінде бұл зерттелген нәрсе. Адам үшін үш түрлі жаңағы не қосылып тұрады. Ол көру, есту, және көрген кезде ол тек визуалда ғана көрмейді, болып жатқан жаңағы суретті, экранда. Ол одан бөлек субтитрді де оқу керек. Бұл адамның қабылдау үшін кейде тым үлкен, тым ауыр болып қалуы мүмкін. Сондықтан тезірек және тиімдірек тіл үйрену үшін дубляж жақсырақ деп айтады. Яғни адам экранға қарап отырып бірдеңе болып жатады, сонымен қатар ол естіп отырса, ол үшін ақпаратты қабылдау қолайлырақ болады. Несіне қарап, субтитріне бір қарап, несіне қарап, яғни солай көңілі ауып отырмайды әртүрлі жаққа. Сондай файндинг болды. Және бұл менің жалпы бұл ресерчімде өзім енді қазір неше жыл өтті, 4 жыл өтті. 4 жыл өткеннен кейін бір қайтадан оралып түзегім келген нелер көп, әрине. Және де қазір де контекст өзгерді. Және жалпы attitude деген түсінікті зерттеу өте қиын деп айта аламын, себебі және де бұл тақырыпта attitude'ті зерттеу қиын болды, себебі тілдің тиімділігін зерттеген кезде меніңше алдымен расында да сол тиімді ма тиімді емес пе соны зерттеген, жалпы практикалық жақтан зерттеген дұрыс деп ойлаймын. Яғни ол алдымен андай ресерч, жаңағы мен айтқандай студенттердің орыс тілділерді жинап, қазақша субтитр көрсетіп бір группа, қазақша дубляж көрсетіп бір группа, сондай практикалық ресерч болса, онда бұның нәтижесі мен үшін пайдалырақ болушы еді. Маған дейін біреу сондай зерттеп кетсе. Ал мен бұл жерде attitude'ті зерттедім, яғни көзқарасы қалай қабылдайды. Бұл әлі де андай, қалай айтады, флюид дейді ғой, динамик түсінік, яғни біресе былай. Егер сұрақ сәл қате кетсе, ол да кейін адамның жауабына әсер етеді. Сондықтан енді болашақ зерттеулерге мен мысалы өзім жалғастыратын болсам, бұл тақырыпты шынымен сол практикалық тұрғыдан қарастырар едім. Яғни in classroom контексте, кәдімгідей тиімділігі, қазақ тіліне көзқарасы адамның өзгере ме, саяси тұрғыдан да. Мысалы, орыс тілділер қазақ тілінің статусын төмен көретін орыс тілділерге қазақ тілді фильмді көрсете берсек, олар қазақша фильмге, жалпы қазақ тіліне қалай көзқарасы өзгереді деген мен үшін қызық. Және болашақта сондай бір зерттеуші едім. Осымен болған сияқты менің жалпы айтқым келгені. Керемет, рахмет үлкен Хадиша өскеніңе. Қаласаң слайдтарды сақтасаң да болады, немесе осылай бір-бірімізді көріп отырып сөйлескен ыңғайлырақ шығар, иә? Иә. Рахмет. Өзіме солай. Аха. Рахмет. Бірінші Аида мен Нұрзиядан сұрайын. Егер де сұрақтарың болса... Иә, сұрақ бар. Менде де біраз сұрақ бар. Және бірінші сендер өздерің. I am all ears. Менің бір сұрағым, жаңа сен айтып кеттің ғой, өте ұнады сол жағы. Яғни практикалық тұрғыдан зерттеу, in classroom practice. Жалпы ол болашақта болар, енді өзің көре жатарсың. Енді осы өзіңнің зерттеуіңнің
маңыздылығы және де осы өзің тапқан файндингстерің қаншалықты мұғалімдерге, яғни мектеп мұғалімдеріне қазақ тілін оқытатын не бере алады, яғни implicationстары қандай деп сұрайын деп едім. Мгм. Меніңше бұл зерттеуді шынымен дамытсақ, ары қарай практика жағынан жалпы көзқарас қандай екенін көрсетсек, онда белгілі бір деңгейде мұғалімдердің тіл үйретудегі әдістері өзгеруі мүмкін деп ойлаймын өзім. Мысалы бізде тіпті мен есімде өз тәжірибемде ағылшын тілін үйренген кезде кішкентай бастауыш сыныптарда, одан кейінгі орта мектепте бізге ағылшынша біз көбінде мұғалімдер субтитр қойып қоятын, осылай фильмдерді субтитр. Бұл мен үшін қаншалықты пайдасы болды ма болмады ма мен сенімсізбін, қазір айта алмаймын. Бірақ сондай мұғалімдер өздерінің әдістерін қарастыра алады деп ойлаймын, қайтадан reconsider, яғни бұл керек па, керек емес па, және өздері үшін жеке бір эксперимент жасаса да болады, меніңше. Мұғалімдер кішкентай сыныптарында балаларға қалай оларға ұнайды деп, жалпы меніңше ең басты әдіс осылай тіл үйренуде адамдармен жеке былай сөйлесе білу, аттитюдын білу, сендерге былай ұнап жатыр ма, былай түсініп жатсыңдар ма деген сияқты психологиялық тұрғыдан өте маңызды тіл үйрену. Осы екі әдісті салыстыра отырып, меніңше мұғалімдер өздері үшін бір осы әдіс тиімді ау деген бір шешімге келсе, онда соны пайдалана алады деп ойлаймын. Яғни мен өзімнің ресерчімді енді айта алмаймын ғой, болды бұл осы нақты, осы ғана дұрыс, тек қана дубляж пайдалы деп ол қате болады. Сондықтан мен сол жаңа айтқанымды практикалықтан тұрғыдан зерттеген, кәдімгідей шынымен де дубляждың пайдасы көбірек па деген сияқты. Енді қазір қазақ мектептеріне мен қуанушы едім, қазір менің шынымен ресерчімді біреу тауып, кішкене ойластырса, байланыстырса, мен бүйтіп көрейінші, сөйтіп көрейінші, дубляжды қосып көрейінші, субтитр шынымен пайдасы жоқ шығар деген сияқты. Онда өзімнің ресерчімді бір шынымен пайда әкелді деп қабылдаушы едім. Рахмет үлкен. Рахмет. Осы жауаптарына, бір-екі коммент айтсам дейсіз, осы сұрақ жауабын ұмытып кетпей жатып. Рахмет үлкен айтқан осы нәрсенің бәріне. Бір-екі нәрсе есіме түсіп кетті. Біріншіден, маған айтып жатсың ғой, біреу тауып, егер өздері қолданып жатса күшті болар еді. Менің түсінгенім, зерттеуші ретінде, өйтіп сен қайтса әрине күте аласың өздері сен тауып алғанды, бірақ если Магомед не идет к горе, гора идет Магомеду деген сияқты, сен өзің бару керексің. Оларға көп жағдайда олар себебі бүйтіп мысалға тезисіңді сенің репозиториден тауып оқи бермейді деген да. То есть we should basically make it bite-sized, digestible for teachers, and we should share it in workshops and other things, because that's what I've been trying to do over the past 5 years or so. And really, teachers don't have time to do any kind of research or to read research. They need something that's 20 minutes long, and that's gonna explain how they can use it. Так что, если мүмкіндік болса, вообще күшті болар еді. Осы видеоны біреу көріп жатса күшті болар еді. Осыны біз қазақ тілі мамандарына да бүйтіп бөліссек күшті. Себебі әрине жексенбі күні қатысу қиын ғой. Тағы да бір коммент осыған байланысты. Яғни сол байланысты орнату үшін менің ойымша, яғни мұғалімдердің өздерімен participatory action research жасаса ма деп мүмкін, күшті идея. Соның ішінде жүріп, сол мәселені талқылайтындай. И одан кейін коммент насчет вообще осы субтитрлердің өзіне қатысты жалпы коммент. Менің ойымша бұл бар ғой, either or болмау керек. Бұл it should be something that's out there that they can use all the time, because it's something that you need to consider for accessibility. То есть біз бұл жерде тек қана тіл үйренуді ғана ойлап отырмыз, ал студенттердің әртүрлі мысалы қабілет деңгейлері бар ғой, мысалға, то есть ability, I'm not talking about their language level, but physical abilities and disabilities да, соның жағынан да қарастыру керек. Мысалы, оны кейін адамдарға үйрену үшін тек қана тыңдау емес, сонымен қатар көргеннің пайдасы көп болады. Мысалға, мен ағылшын қалай үйрендік деп өзім ойлап мысалға, мен қаншама мыңдаған нәрсені субтитрмен көрген шығармыз, бәріміз, төртеуміз. It's not something you need to turn off or turn on for specific people. It should be there, by default, да.
Енді ол ақшаға тірелетін сияқты, бірақ менің ойымша қазір AI-дың көмегімен және де басқа да осы құралдардың көмегімен иә. осы қазақ тілін біз міндетті түрде субтитрмен көрсек күшті болар еді енді. And that's something beyond this research, I guess, but hope we can make it something mandatory, not something optional деймін да. То есть қазақша фильм болса, немесе басқа тілдегі фильм болса да, қазақша субтитр ол жерде one of the options болсын. Келісемін. Sorry, так, Аиданың сұрақтары бар. Мен кейін сұрақтарға қайтып беремін. иә It was just a comment, I көп guess. рахмет бұл шынымен қолданбалы зерттеу бола алады деп ойлаймын ары қарай жалғастырған кезде. Менің сұрағым жаңағы сен қарастырған ол орыс тілдер мен сосын қазақ тілдер субтитрді яғни көбінде ол жерде шетел фильмдеріне қарасты бір ойлар болды ма? Мысалы үшін ағылшын тілінде болған фильмдер, олар қаншалықты субтитрмен немесе дубляжбен болған деген сияқты. Қаншалықты маңызды. Көбісі ондай иә андай жауаптар болды. Бізге мысалы ағылшын тілі де маңызды. Сондықтан екі респондент па, екі-үшеу солай айтты, сұхбат алған. Меніңше ең күшті, ең тиімді ол оригинал тілде көрсетіп, яғни ағылшынша дубляж. А субтитр уже должен быть на выбор дейді. Қазақ тілі қазақша субтитр таңдайды, орыс тілділер орысша субтитр таңдайды. Бұл да бір опшн деп. Көбі жалпы осы әдісті ең қолайлы, ең андай жайлы деп санайды. Бірақ бұл тағы да бұның жалпы бүкіл идеясы қазақ тілін дамыту ғой, қазақ тілінің статусын. Жалпы неге бізде қазір субтитр міндетті болып жатыр? Соның бәріне бұл кішкене қарама-қайшы келеді. Бірақ көбінің айтқаны сол ағылшын тілінің де статусын ұмытпайық деген сияқты. Ол да бізге керек, ол бәрібір әлем тілі. Ағылшынша біз оригинал фильм көргіміз келеді деп айтты көбі. Ондай да жауаптар болды. Иә. Бұл жерде бар ғой, сонда бұл зерттеудің мақсаты қазақ тілін үйрену ғой, дұрыс па? Иә, the state language, learning the state language. Иә, сенің айтқаның негізінде мен түсінгенім ол бағана қазақша видео болса, қазақ тіліндегі видео болса, соған субтитр қосылғаны ыңғайлырақ немесе пайдалырақ сияқты, иә, қазақ тілін үйренуге, сондай ма? Жалпы тіл үйрену контекстін қарастырсақ, онда шынымен әртүрлі файндинг болуы мүмкін еді. Бірақ дәл қазақ тілін, дәл біздің Қазақстанда үйрену контекстін қарастырсақ, қазақ тілі мен орыс тілі статусын ескере отырып, біздің тарихты ескере отырып, әлі күнге дейін орыс тілінің қандай статуста екенін соны ескере отырып зерттесек, онда көбі сол дубляж дұрысырақ деген ой айтты. Ол менің ойымша бағана сен айтқандай бағана не еді, тарихи қалыптасып қалған нәрсе деймін да, біздің Қазақстандағы адамдар ана субтитрді оқуға ерінеді, үйренбеген ана нәрсеге. Ал мысалға мен өзім ойлап жатырмын да, Қытай туралы, Корея туралы, ол жақта субтитр ол автомат как бы дефолт, то есть фильмді субтитрмен көреді олар да, и оларға ондай ой, it looks weird деген ондай реакция шықпайтын сияқты. То есть it's not as common as here, да. Біздегі адамдар жаман субтитрмен не еді, ана анимені жаман дубляжбен көреді ғой, сол сияқты вот. То есть они готовы терпеть все что угодно, лишь бы не читать деген сияқты да. Иә, келісемін. Ол да бар. И одан кейін менің байқаған нәрсем, барлық жерде бүйтіп андай neoliberal justification for not using subtitles or dubs in қазақ тілінде. То есть адамдар айтады, it's not financially viable or it doesn't make sense for capitalist movie makers. Я говорю, who cares? It should be something mandatory for them if they want to promote their stuff in Kazakhstan деймін да. Some things should be legally enforced деймін да, менің ойымша, for equity, diversity, inclusion. Қазақ тілін дамытқың келетін болса, сен you cannot just think of the capital gain, да. То есть ақша туралы ойласаң, көп нәрсені істемейсің ғой. То есть indigenous language, мысалы қазақ тілі бізде жоқ болып кетеді ондайдың ойлайтын болсаң да. Иә. Сосын тағы байқағаным, тағы бір байқағаным, қазір кинотеатрларда bilingual фильмдер көбейіп жатқан сияқты, немесе қазақ тілінде фильм шығады, бірақ оған мысалы үшін орысша нелер болса, персонаждар болса, олар сол орыс тілінде сөйлей береді, бірақ кейін қазақтар тек қазақ тілінде сөйлей береді. Сол да бір сияқты. Біздің қазақстандық фильмдер ғой көбінесе.
иә, қазақстандық фильмдер, мысалы үшін соңғы рет мынау қаныш сәтбаев жайлы фильмдер солай Мгм. көрсетілген. Иә, иә. Қазақтар қазақша сөйлей береді, орыстармен сөйлескенде орысша сөйлейді. Өйткені ол жердегі контекст шынымен шынайы өмірде солай болады ғой. Иә, солай болған. Бірақ Солай мен да есімде жоқ. Аида, сен есіңде болса, мысалы сол фильмдерде біреу орысша сөйлеген кезде астында қазақша субтитр болды ма? Иә, болды. Болды ма? Иә. Себебі Ана неде кейде де болды. мен байқадым, соңғы осы қай бір фильмге бардым, пейіш па әлде бір фильмге бардым. Сода астында мысалы кейде арасында шынымен орысша қосып қояды, енді біз қалай сөйлейміз шын өмірде солай, бірақ астында қазақша аудармасы болған жоқ. Бұл да бір сұрақ, қаншалықты субтитр керек бұндай жағдайда. Меніңше негізі болуы керек, себебі жалпы фильм қазақша болса, орысша болған моменттерде қазақша субтитр болу керек сияқты. Бірақ кейде олар әдейі қоймай ма, әлде бұл бір ақшаны үнемдеу ма, әлде мен білмеймін, кейде қоймайды, түсінікті ғой деген сияқты. Мүмкін оларда да байыз бар шығар, сол қазақстандықтар Иә, орысша біледі ғой деген сияқты да. иә, Ол, иә. иә, сен айтқаның менің ойымша өте орынды сияқты. Себебі ол әр тілдің не да әр фильмнің өзінің бір language policy болу керек, дұрыс па? То есть, what is the Иә. norm for them? Is Мгм. Kazakh language the norm? Then everything Иә. should be somehow subbed in Kazakh. Мен Мгм. бағанағы сұрағым, аны бар ғой, бірақ ол негізі, наверное, фильмдерге қатысты емес. Жай басқа сұрақ қоясың. How can we integrate subtitled videos in Kazakh for learning Kazakh and other languages деп ойладым да. То есть, осы pedagogical implication сол туралы ойладым да. Тағы да бағана Нұржия сұрақ қойған сияқты соған ұқсас. Бірақ Иә, иә. осы сен мысалы енді литератураны оқыған кезде көп нәрсе көрген жоқсың осы қолдану туралы да. Сол қандай идеялар бар, мұғалімдер осы сенің зерттеуіңді қолданып не істей алады деп ойлайсың. Мгм. What can they really do? Like, if there's Мгм. anything they can do. Жалпы субтитр осы медиа арқылы тіл үйрену өте андай тақырыптардың бірі ғой, қазіргі өзекті ең дамып жатқан. Бірақ дәл ам, менің тақырыбыма келсек, бәрібір кішкене басқаша деп ойлаймын. Себебі ағылшын тілін үйрену мен қазақ тілін үйрену екі түрлі контекст сияқты меніңше. Мен білмеймін, мүмкін сендердің көзқарастарың басқа, бірақ біздің контекстте өте көп фактор әсер етеді. Ол әлі күнге дейін қазақ тілінің былай бөлек емес, versus Russian болып тұрғаны, яғни ылғи қазақ тілі бар жерде орыс тілі бар, ол жерде саясат кетеді. Сондай моменттер, және де әлі күнге дейін ушығып тұрған контексті, тіл саясаты, тілдері әлі күнге дейін мектептерде ата-аналар жаңағы көңілдері толмайды. Менің балам неге, бәрі неге қазақша, немесе керісінше неге бәрі орысша деген сияқты. Жалпы сондықтан меніңше біздің контекст мүлдем басқа сияқты. Мен талай литератур оқыдым, тіл үйренуде, оның бәрі ағылшын тілін үйрену, бір шетелдік контекстте, мысалы Францияда ағылшын тілін үйрену, Кореяда ағылшын тілін үйрену деген сияқты. Негізінен сондай ресерчтер болды. Бірақ дәл колония тілінде, колониалдық мемлекеттерде қалай болғанын ол әлі зерттеу керек сияқты. Себебі бұл жерде көп фактор рөл ойнайды. Психология бар, әлі күнге дейін адамдардың тілді сезуі, неге олар соншалықты андай негативпен қарайды қазақ тіліне деген сияқты, немесе орыс тіліне. Бұл жерде бұл жалпы андай ауқымды тақырыпты, психология, социология бұл жерде, яғни сондықтан мен қазақ тілін ерекше контекст деп ойлаймын, зерттеу үшін. Толықтай келісемін. Негізі жалпы осы біздің applied linguistics саласында осы бүкіл бағана сен айтқан факторларды ескеруге тырысады ғой. Мысалы layers of context, like historical, sociocultural, psycholinguistic, and other factors. Like there are way too many things you need to consider when making pedagogical decisions деймін. Бұл жерде A or B деген option жоқ, түсінемін, иә. Бірақ енді әрине күшті болар еді егер де мұғалімдер осы қазақ тіліндегі контентті субтитрмен көрсетіп үйрете алатын болса. Бірақ ол үшін менің ойымша әрине мемлекеттің көмегі болу керек, және де оны жалпы linguistic ecology дейді ма, сен өзің сыныбыңда үйрете бергеніңмен
сырттағы иә жағдай жаман болып жатса одан не пайда дегенім ғой. То есть it should келісемін. be something you need to change ecologically, да. Иә, иә. Мысалы, андай тіпті ең оңай нәрсені алсақ, осы қазір білім және ғылым қазір бірақ басқаша аталады ғой, оқу сауаттық министрлігі ма солай аталады. Оқу ағарту, иә. Сол министрлік мысалы қазір бір андай заң қабылдаса, бастауыш мектепте, орта мектептерде мынанша сағат қазақша фильм көрсету міндетті сабақтарда, иә, мынанша минут. Там 1.90-да жарты сағаттан 4-5 фильм көрсетіңіздер деген сияқты бір қаулы шықса мысалы, онда ғана болады. иә, бұл қызық болушы еді. Мен сенімді емеспін, қазір жалпы көрсете ма фильмдер. Қаншалықты бұл біз мысалы біз өзіміздің баблымызда ғой, біз білеміз, мына тілді білеміз, ана тілді білеміз, бәрі жақсы шығар деген сияқты. Бірақ мен сенімді емеспін, мектептерде қаншалықты бұл қазақ мектептерінде қала жарайды, ауылдың мектептерінде мысалы бұл уже бұл ары қарай басқа факторлар кетеді да, қаншалықты бұл практикада қолданылып жатыр. Тілді медиа арқылы үйрету бізде бар ма жоқ па, жай андай не болуы мүмкін. Мысалы, менің өзім кішкентай кезімде бізге мұғалімдер ауырып тұрса немесе басқа бір шаруалары болса, фильм қосып кетеді да, міне көріңдер деп кетіп қалуы мүмкін. Фильм ол бір былай жарайды фильм көреміз деп былай бір жай ойын сияқты қабылданатын. Ал оны шынымен балалар соны көру арқылы мен тіл үйреніп жатырмын деген бір түсінік қалыптасса, онда меніңше олардың тіл үйренуіне де бұл басқаша әсер береді деп ойлаймын. Бұған қатысты мен айтқым келгені, біздің министрліктің менің енді мен айтпасам да көп адамның қаны тоймайтын жұмыстарына, иә, олардың негізі жалпы мысалға осы жақта мен қазір тұрып жатқан жерде веб-сайттар бар да, мысалға British Columbia's curriculum деген, и сол жерде кіретін болсаң нақты талаптар анықталған. Мысалға ол жердегі мен қарап отырғанның негізінде ол жерде like multimodal literacy, multimodal learning, сондай нәрселердің барлығы қарастырылған сияқты. Яғни it should be top down as well. It shouldn't be just the teachers making all these decisions on their own. То есть екі жақтан бүйтіп бірігіп жұмыс істейтін болса, менің ойымша мұғалімдер де бағанағы мемлекетте жұмыс істеп, және де басқа да бағанағы администраторлардың көмегі болып жатса күшті болар еді. Мысалы, андай жерде мынау сабақтың ішінде айтып қойған text forms and genres, interactivity, narrative structures, анау-мынау, то есть әртүрлі modality дейді ме, не дейді бағанағы видео, анау-мынау, бүкіл нәрсе анық жазылмаса болмайды, сен айтқан сияқты, иә. То есть заң болу керек, қаулы болу керек, бір андай какие-то не дейді, curricular standards анық жазылу керек деймін да. Ал бізде мысалы қазір непонятно, что творится там. Иә, рас. Қатты сынамақ қойын бірақ енді. Multiliteracy деген қатты дамымаған ғой, тек қана ол тілге байланысты емес, фильмдерді тарих сабағында да, география сабағында да егер фокус болса, кез келген сабақта қолдануға болады негізі. Тек қана бүкіл серия болмаса да, бір фрагмент сол жерін ғана көрсетіп деген сияқты. Жалпы, the impression is that the ministry is like a whole separate universe that's not working with researchers. They are like working against researchers and teachers. They are not working with or for the sake of or to help teachers and researchers. So that's the sad reality, I think. Анау policy making айтады ғой, үш түрлі не бар деп, деңгей бар деп. Бізде көбінде informed policies, бізге тек қана айтады, түсіндіреді, болды осылай істеңдер деп. Бірақ empowering policy бізде жоқ. Әр адам сол саясатқа өз үлесін қоса алады. Яғни әр адам емес, сол салада жүрген ғалымдар немесе практиктер, солар аз. Енді I don't want to dedicate too much time to criticizing the ministry. I think that we should think about what we can do and what kind of things we want to happen. Бағана айтқан сияқты multi-literacies, одан кейін multi-modality, сондай жағына көбірек акцент жасалса, менің ойымша осы Хадишаның тақырыбы сол жаққа жақсы келетін сияқты да. Яғни одан кейін бағанағыдай universal design, UDL бар ғой, universal design for learning бар ғой, сол жағынан да Камила айтқан, accessibility, бағанағыдай, одан кейін equity. Ол не нәрсе Камиланың айтқаны? Мына жақта бір Камила алдыңғы жолы сол тақырыпқа негізі осы UDL
бірақ жалпы негізі өте пайдалы нәрсе ол деймін да. Қазір Мгм. минут. Ол да мультилитерасиға келетін сияқты. Бір веб-сайтты Көбінесе бөлісейін қазір осы жерде чатта. Кеше мен осы сайтты қарап отырғанмын өзімнің департаментінің кездесуінде. Біздің университеттегі Learning Design and Digital Innovation деген осындай юнит бар да. Сол жерде осы күшті. әртүрлі мұғалімдерге, яғни инструкторларға арналған құралдар бар ішінде. Оның ішінде осы Equity, Diversity, Inclusion and Decolonization деген 4 бағыттағы ресурстардың арасында diversity дегеннің астында UDL бар да. Universal Design for Learning. Соған басатын болсаң, Explore Strategies деген парақша бар. Сол жерде бағана көруге болады мысалға engagement, representation, action and expression. И менің ойымша кейбір нәрселері, бағана Хадишаның айтқан нәрселері, pedagogically they're so related to UDL, at least can increase the accessibility of certain content, да? And also to consider students' different levels of ability and different kinds of needs, да? Ол субтитр деген тек қана бағанағыдай не айтады? Learning outcome oriented болмау керек сияқты да, тек қана осындай нәтиже шықса ғана қолданылу керек, немесе студенттердің мотивациясы болса ғана қолдану керек емес. Яғни they should have these options by default. But again, ол опять неге тіреледі? Ақшаға тіреледі, одан кейін бағана policyге тіреледі, тек қана мұғалімнің қалауына емес дейді ол. Way too many things. Келісемін. Немного a bit chaotic thoughts, но жалпы сол нәрсені айтқым келген. Одан кейін тағы бір екі нәрсе маған бүйтіп қатты байқалды. Concerns related to the authenticity of certain words. Бағана сен айттың ғой, қылти ма, анау мынау, мұрағат деген нәрселер. Қызық деймін да, қаншама нәрсе байқалынады осындай бір тақырып. Сенің тақырыбың субтитрге қатысты болғанымен қаншама өзекті мәселелер көтеріп жатқаны қызық болды маған деймін да. Да. Менің сұрағым бар. Research methodology жағынан да. Или комментің бар ма бағанаға қатысты? Жоқ. Келесі, бұл енді точно сұрақ бұл жоқ. Сен бағанағы research methodology жағынан қызық нәрселер айттың, және де осы болашақта осыған қатысты зерттеу істегім келеді дедің да. Жалпы оған енді әрине үлкен мынандай research group болу керек сияқты ғой. Мына айдалардың жұмыс істейтін сияқты, иә, дұрыс па? Андай жалғыз өзің істей алмайтын нәрселер ғой мына кейбір нәрселердің да. Иә, келісемін, бұған кәдімгідей Көп үлкен ақша не керек. керек, топ керек. Оған қандай осындай жоспарларың бар, енді қандай қадамдар Жасалынып steps that you are жатыр. planning to take in the future. I'm just super excited about your potential future as a researcher because there's so much potential here, да. So much gold to mine деген. Иә, рахмет. Мен бұйырса енді PhD жалғастырсам, ойлағам енді осы тақырыпты зерттемесем болмайды. Қазақ тілінен кетпеймін, мен тек қазақ тіліне бағыттаймын барлық нені. Қаншалықты енді бұған шынымен үлкен группа керек. Research кәдімгідей тобы үлкен ауқымды. Негізі жаңа Нұрзия айтқандай бір неден бастауға болады, классрумнан. Бір мектепке барып, кәдімгідей бір сыныптың деңгейінде бастауға болады. Оны кейін бір ауқымды үлкен деңгейге көшіруге болады деп ойлаймын өзім. PhD-де енді оқысам, жалғастырсам енді ары қарай сондай бір үлкен деңгейде істегім келеді бұл жолы. Нақты, жай ғана attitude емес, кәдімгідей енді қаншалықты пайдалы емес көзқарасын және қазіргі контексте 2024 жылы кішкене басқаша болуы мүмкін. Жаңа айтып кеткендей. Сол да қызық болып тұр маған шынымен өзім не ретінде. Әлде бұл себебі жалпы тілде саясатпен қарастырған кезде андай нәрсе бар. Адамдар бір елдің саясатын қолдамаса да, ол тілдің мәдениетін жақсы көре беруі мүмкін деген сияқты. Яғни соғыс болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, бәрібір адамдар орыс тілді контентті ары қарай мойындап, ары қарай яғни көзқарасы өзгермеуі мүмкін, себебі бұл екі түрлі нәрсе дегендей. Сол сияқты қаншалықты біздің айналамызда болып жатқан бір жағдайлар адамның тілге деген көзқарасына әсер етеді, бұл да бір қызық нәрсе. Әсер ете ма, етпей ма. Енді бір әрине
үлкен деңгейде зерттегім келеді, себебі нақты бір файндинг болса, вот осылай шынымен де мынандайдың пайдасы бар десе, онда бұны зерттеудің қазақ тілі үшін Қазақстандағы бір маңызы зор болады деп ойлаймын. Және бұл керек деп ойлаймын қазір. Дәл қазір өте керек деп ойлаймын. иә Толықтай келісемін. Менде бір follow-up question бар. Осы зерттеуді Қазақстанда зерттегің келе ме, әлде шетелде бір research группа тауып осындай multi-literacies немесе тағы да бір фокусы бар, тәжірибесі бар мамандармен жұмыс істегің келе ме? Меніңше Қазақстанда зерттегім келеді. Біздің контексті дәл біздің өзімізден басқа ешкім білмейді, ешкім түсінбейді, ешкім. Бұл жерде тек жаңағы бір жақсы ресерчер болған жеткіліксіз деп ойлаймын. Бұл жерде көптеген факторлар, яғни осы осы контекстте пісіп өнген адам керек та, бұны түсіну үшін тақырыпты. Бұл тек қана сандар ғана болмайды ғой, мынанша адам бүйтіп жауап берді, мынанша мынау. Демек бұл мынандай деген сөз емес, бұл жерде терең жаңағы контекстті білу керек деп ойлаймын. Сондықтан зерттесем, Қазақстанда зерттеймін, қазақстандық ресерчерлермен. Менің ойымша бар ғой, бұл жердегі істеуге болатын нәрсе жалпы бағанағы неде collaboration with researchers outside Kazakhstan regarding certain tools that you want to use. Мысалға conceptual guidance, одан кейін methodological guidance болса күшті, бірақ they should not dictate anything regarding the context or like the certain decisions. They should guide you like regarding those aspects of your research, but not the whole thing. Өйткені мен бұл сұрақты қойып отырғаным, мен де болашақта PhD-де жұмыс істегім келеді, но бірақ ойладым, сол жаңағы Серік Болсын айтқандай методология, теория жағынан, енді колониал болса да, бірақ бәрібір сол жақтан тәжірибе маған керек деп, бірақ бәрібір field work барлығы тек Қазақстанда өтетіндей. Әрине. Опшында болуы мүмкін деп. Өйткені Қазақстанда сол менің салам бойынша мысалы үшін мамандар жоқ. Менің іздегенім бойынша. Сондықтан мен қатты бұл жақтан өзім инсайдер болып жүре аламын шетелде де. Сосын келгеннен кейін де оны мен іске асыра аламын деген сияқты. Сондай бір ойлар болады. Қазақстан жайлы зерттеуді мен Қазақстанда жасай алсам, жасай аламын ба, немесе шетелге баруым керек пе деген сияқты. Сондай бір дилеммалар бар менде де. Бұл жерде енді бағана сен айтқан сияқты, анау неді positionality, одан кейін colonial logic ба, бағанағы сен сырттан өзіңнің еліңе қарап бүйтіп зерттеу жасаған. Енді менде сол сұрақтарға қатысты көп пікірлерім бар, өзім жалпы ойланасың ғой басында, мен Қазақстанда шеттен жүріп қалай зерттесем. It seems very extractionist and it seems like I'm becoming one with like the white academia and looking at my country as some research object rather than including them in the conversation and actually working with them. Содан кейін мен зерттеуімді осы Канадаға ауыстырып жібердім. Дәл қазір менің бүкіл зерттеуімнің барлығы includes teachers from Kazakhstan. То есть егер зерттеу жасап жатсам Қазақстанға қатысты бүкіл жерде, барлық жерде, то есть I'm a collaborator, I'm not the researcher looking at participants. Менің сол қазіргі philosophical orientation'ым сондай да. То есть it should be collaborative, it should be participant action research. Бағана Нұрзия айтқан сияқты сондай болса ғана менің ойымша ethical conduct болатын сияқты да бұл жерде. Негізі қиын мәселе бұл, өте қиын. Қазақстан туралы шетелдік зерттеулер шынымен көп, бірақ соның проблемасы, бізді контексті бір жаңа Серік болсын сен айтқандай объект ретінде қарастыруда, бұны меніңше Қазақстанда тек қазақтардың өздері ғана зерттеу керек сияқты. Бұл өте маңызды. Бұл Қазақстан ол бір объект емес, ол біздің бұл жерде бір нәрсеге зерттеу тақырыбыңа объект ретінде емес, бір өзіңнің жалғасың, өзіңнің бір саған тікелей қатысты нәрсе екенін сезініп арқылы зерттеу, ол басқа сияқты меніңше. Былай алыстан мынандай ел бар екен, ол жақта екі тіл бар деп зерттеу, ол басқаша, мүлдем басқаша. Тоқтай келсем, бұл жерде мынау бір қызық концепт бар, epistemological racism дегенде. Бұл жерде epistemological injustice. сол осы біздің
департаменттегі профессор осы Рико Кубото деген бұл жердегі бүкіл бағана айтып шетте жүріп өз елің туралы зерттеу немесе осы white western logicты бүйтіп бүйтіп пьедесталға қоюдың өзі это как бы it's super problematic деймін да и менің де түсінемін мен мысалға не үшін шетелге кеттім деген сияқты сұрақтар пайда болды да бірақ менен тек қана зерттеу емес басқа да себептер болды әрине бірақ бәрібір де осы сұрақты осы концептті оқып көріңдер қызық сияқты менің ойымша Қызық. Иә, бірінші рет көрдім бұндай нені. Өте иә қызық. қарап көріңдер иә Маңызды. айтамын ғой менің Жақсы. ойымша айта бер Ольга Мун деген доктор бар, Ә. PhD доктор. Соның Естігемін. тақырыбы да осы epistemic injustice-ға байланысты. Осы постсовет контекстте. Қарап көрейінші. иә жалпы осыған қатысты айтқым келгені менің ойымша біз бар ғой Қазақстанға қатысты зерттеу жасағанда методологияларын қарастырсақ окей бірақ ол методологияны бар ғой просто copy paste жасамауымыз керек we need to adapt it to our context and also we need to think of our ways of knowing and ways of being. То есть, is it socially just in the context of Kazakhstan? Does it consider our knowledge or ways of constructing knowledge in Kazakhstan? То есть, and are we pathologizing people in Kazakhstan? Are we judging them for something they cannot really change? То есть, what is the point though? What is the social justice impact деген ба қайтса то есть сол нәрселерді қарастыру керек бірақ бізде себебі зерттеудің барлығы соңында қарайтын болсаң it just blames people in Kazakhstan да то есть it basically just calls them stupid it says that they are not enough and I'm also part of the problem да то есть менің де зерттеуім сондай болып шықты соңында былай қарасаң да бүйтіп кішкене бүйтіп андай мақтайды да мұғалімдер кішкене да бірақ соңында бәрібір қарайтын болсаң мұғалімдер негізі не очень дейсің да но кейбір жақсы жерлері бар деп айтып қоясың да как бы I don't know what can we do not to blame people I don't know that's a big issue for me. Себебі ең оңайы блейминг. Ең оңайы мынау кінәлі, анау кінәлі, мемлекет кінәлі, білім және ғылым министрлігі кінәлі деп айта салған ең оңай позиция. Yeah, сондықтан да удачи, good luck with the next steps of your research because I think that there is so much potential and we need people like you to transform L1 education, not just English, but also Kazakh. Yeah, transform L1 education деген самый key point деп ойлаймын. Да. Research. Considering other types of knowledge, but not really privileging them, да? То есть бағанағы Western education system. Себебі өте ыңғайлы да? То есть біздің анау неді зерттеушілердің жасайтын сол ғой. То есть they just take something from abroad and implement it in Kazakhstan without really much like consideration or interrogation of those methods and the epistemic justice деген да? Қарастырмайды. Келісем, тоқты келісем. Сол Any маңызды adjusting, былай бір сырттан әкелген нәрсені осы шетелде істеді екен деп қоя салмай кішкене контексті де ескере отырып істеу. Иә, кеше бір кітаптың ішінде жазылып тұрған еді glocalizing деп не еді global plus local дей ма сондай нәрсені Иә, local. иә сол қызық нәрсе иә и кстати бағана неде чаттың ішінде бағанағы біздің тақырыпқа қатысты видео салдым second to last YouTube видео чаттың ішіндегі ол multi-literacies дегенге қатысты сендер наверное естіген шығарсыңдар Билл Коуп пенен Мария Калантис ба кім еді екеуі де University of Illinois Urbana-Champaign'да жұмыс істейді кажется но өте қызық видеолар бар менің ойымша айтқым келгені мынандай да сенің тақырыбыңды менің ойымша осындай theoretical plus pedagogical frameworkты қолданып зерттесе вообще қызық болып кететін сияқты себебі опять же considering them but not really fully just copying them да оларды қарасып көр болашақта мүмкіндік болса Қарайын, видеоны қарап көрейін. все так тағы да үлкен рахмет уақытың үшін және де осының барлығын бөліскенің үшін видеоны біз жазып одан кейін YouTubeға саламыз және де саған да жіберемін әрине ссылканы өзім
Рахмет. осылай бір есте сақтап қойсаң болады. иә Рахмет Any көп. final thoughts, Аида, Нұрзия, Хадиша? иә Хади, рахмет саған, өте қызық екен. Ана не рас қой айтқан, мысалы сен тезисін жазып бітірген соң жалғыз адам оқитын өзің, сосын тағы біреу ата-анаң, сосын сенің супервайзерің деп. Шынымен де біз солай оқымаймыз ғой, иә, былай оқимын дейсің, ойлайсың, репозиторияға кіремін, оқимын, бірақ Иә, уақыт болмай сосын ұмытып кетесің. И шынымен де осылай бөліскен өте пайдалы, және де осы талқы өте қызық болды. Сенің тақырыбың вау деймін ғой. Керемет, өте өзекті. Иә, болашақта да саған сәттілік тілеймін. Осы ресерчіңді ауқымды етіп зерттесең, иә, өте үлесі зор болады. Рахмет көп. иә сосын Хайди, сенде көп нәрсе бірге, активизмда, зерттеуде бірге жүрсе бұл өте күшті комбо деп ойлаймын. Сондықтан тек қана сәттілік тілеймін, және ары қарай да сенің жұмысыңды көре берейік, ести берейік. иә барлықтарыңа рахмет. Сосын жаңа Нұрзия айтқандай, код-дизайн да мен үшін бір код-дизайн, парticipatory дизайн бір жақсы не сияқты зерттеу жасаудың қазіргі жолы деп па, сондай. Өйткені адамдармен бірге істеу бөлек, адамдардың үстіне қарап істеу ол басқаша. Сондай injustice да, көбінде зерттеуге қараған кезде. It's important to do research with people, not on them or about them, да? Иә. Сендерге де көп рахмет. Мен кәдімгідей маңыздылығын түсініп отырмын қазір. Жалпы осылай ресерч туралы сөйлескеніңде оны ары қарай, және сендердей пікірлес on the same page адамдар бар екені өте қуантады. Иә, көп рахмет осылай талқыға шақырғандарыңа. Тек өздеріңе де сәттілік тілеймін, ресерч жалғаса берсін. Әрқашанда байланыстамыз, және де кез келген көмек керек болып жатса айта бер. Сенің де жұмысыңды қарап күтіп отырамыз. We are looking forward to anything you put out there as an activist, as a researcher, as a practitioner, да? And those are all parts of your identity, да? То есть it's not either or. Так что бәрін бірге алып жүргенге тілектеспіз. Тек қана алға. Рахмет көп. Демалыс жақсы өтсін бәріңе.